баласы Айс Пушкин атындағы номер 41 көпсалалы гимназиясының 6-А сынып оқушысы Өмірзаққызы Аяжан. Арнау. Жасаудың қажеті жоқ жарнаманы, белгілі зеңгір көкте самғағаны, шын жүректен шарған осы өлеңім жыр алыбы жамбылға арналады. Ақын көп, бос шелектей даңғырлаған, алқа топта айызынды қандырмаған, 20-шы ғасырдың өмірсіз атынан айналайын жамбыл бабам. Бәйгеден оза шауып төске өрледің, сенен басқа ақынды қош бермедің. Айтысқан ақындардың бәрін жеңіп, қарсыластың ешқайсына дес бермедің. Шаршы топта шапқанда бөгелмедің, қызыл шоқтай қарушы еді өлеңдерің. Жас ұрпаққа күш беретін, рух беретін, сен жазған Ленинградтық өлеңдерің. Өлеңді төгетінсің құйындай кеп, айтушы едің айылың жиылмай кеп. Сарқыраған өзенде тасушы едің, арқаланып менің бірін сүйінбей деп. Бабамызға өлең арнау заңдылық, аты қалған жадымызда жаңғырып. Өз өлсе де сөз өлмеген жамбылдың, сөз қалдырған өшпейтіндей мәңгі.